Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ, үлпілдек, шар сияқты болып шығатын қазақтың ұлттық наны бауырсақ дайындайтын боламыз. Ортасы мақтадай жұмсақ, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, үстінен қант және де тұз салып, ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Он 15 минутқа бетін жауып, біздің ашытқымыз көпіргенше демалдырып қоямыз. Міне осылай көпіріп шығуы қажет. Енді үстінен жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Майонез салып, тағы да араластырамыз. Енді ұнымызды шетінен салып отырып, араластырып, қамырымызды илейміз. Міне біздің қамырымыз осындай қолға жабыспайтын және де жұмсақ болып шығуы қажет. Бетін салафанмен жауып, 15-20 минутқа жылы жерге көтерілгенше демалдырып қоямыз. Қамырымыз бар болғаны жарты сағатта осылай әдемі болып көтерілді. Енді тағы бір қайтарып жіберіп, бетін жауып көтерілгенше демалдырамыз. Қамырымызды екінші рет тағы да бір қайырып, көтерілгенше демалдырамыз. Толықтай көтерілген қамырымызды ұн сеуіп отырып, ыдысымыздан босатып аламыз. Енді осылай қолымызбен ақырын домалақ формаға келтіреміз. Оқтаудың көмегімен үстінен жай ғана басып отырып, қамырымызды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрдей болуы қажет. Осындай домалақ форманың көмегімен біздің бауырсақтарымызды үстінен басып отырып кесеміз.
Артық қамырларын видеодағыдай үстінен ақырын тартып отырып аламыз. Бір-біріне жабысқан қамырды арасын ашып, бетін жауып 15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Міне біздің бауырсақтарымыз осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Бізге осындай сүзгіш қажет болады. Табаға майды көп мөлшерде құйып қыздырамыз. Астын жай отқа қойып, бауырсақтарды шетінен қызып тұрған майға ақырын саламыз. Сүзгіштің көмегімен екінші жағына аударып, араластырып отырып, екі жағы қызарғанша қуырамыз. Асты жай отта тұруы қажет. Қатты отта тұрса, бауырсақтар қып-қызыл болып күйіп кетуі мүмкін. Тарелкаға салфетка төсеп, бауырсақтарымызды сүзіп аламыз. Дәл солай қалған бауырсақтарымызды қуырып аламыз. Алдағы уақыттарда сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, лайк басып және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің бауырсақтарымыз керемет болып пісіп шықты. Қонақтарға ұсынсаңыздар өте ерекше және дәмі керемет болып дастарханның сәнін келтіреді. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Әйгерім. Келесіде кездескенше.